Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде подкаст, мәдени подкаст. Бүгінгі тақырыбымыз да осы халық би өнерінің бүгіні деп айтылады. Енді би саласында жалпы мемлекеттік би театрында басшылықта жүрген ағамыз қонақта. Бүгін бізде қонақта Ағымбаев Еркебұлан Мөлікұлы, Наз би театрының директоры, сондай-ақ Қазақстанның хореография өнерінің қайраткерлер қоғамының төрағасы. Қош келдіңіз аға. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі таңдағы халық би өнерінің бүгіні деген тақырыпты алып отырмыз. Енді қазіргі би өнеріміз қандай деңгейде? Даму деңгейі, аяқ алысы? Енді қазіргі енді сіздер жалпы алып отырсыздар ғой, халық би өнері деп. Енді халық би өнері жалпы алғанда ол жаман дамып жатыр деп айта алмаймын, жақсы дамиды. Өйткені Қазақстанда қаншама облысымыз бар, облыстарымыз сол барлық облыстарында филармония бар. Барлық филармонияларда би ансамбльдері бар. Сондықтан демек бәрі де жалақы алады, кішкентай болса да бәрі де қаржыландырылады, киіндіріледі, концерттер жасалынады. Оның ішінде әрине басты бұрышта ол қазақтың ұлттық биі. Қазақтың ұлттық биіне келетін болсақ, тағы да жаман емес деп айта аламын. Өйткені бұрында совет елінің кезінде бізде оқып жатқанда ұялмай қазақтың ұлттық биі жоқ, би мәдениеті жоқ, мәдениетсіз халық деп үйреткен бізді. Басқа мықты мұғалімдер. Сол кезде бізді бітіріп жатқанда марқұм жарықтық мемлекеттік қайраткер, этнограф, қазақ ұлтының жанашыры Өзбекәлі Жәнібеков келіп бізді біраз сөздер айтып, сендер қазақсыңдар, қазақта осындай Мәскеу деп сол кезде айтатын. Мәскеу мынандай сөз айтып жатыр, қазақ ұлтында ұлттық би жоқ, өйткені олар мәдениетсіз, би мәдениеті жоқ деп. Олай емес, балалар, би мәдениетіміз бар, бірақ оны дәлелдеу керек. Соны дәлелдейтін кім? Сендерсіңдер. Сондықтан осындай бір фольклорлық би ансамбль ашайық деп бізден ашылды. Содан бері міне қазақтың ұлттық биімен айналысып келе жатыр. Сол кезде біз Алтынай деген мемлекеттік би ансамблін аштық. Ол қазір Талдықорғанда жақсы істеп жатыр. Бастаған істерімізді жалғастырып жатыр. Өзекең бастаған, өз ағамыздың бастаған ісін. Қазақтың ұлттық фольклорлық би ансамблі бар. Ондай көп жерде, мысалы Европада көп мемлекеттерде жоқ нәрсе бізде бар. Біз қазақтың ұлттық би өнерін фольклорлық деңгейде халыққа жақындап, халықтан шыққан өнерді насихаттауда Қазақстан. Ал қазір ол сол кезде. Ал қазір одан да жақсы болып жатыр. Неге? Өйткені бір емес екі би мектебіміз бар, Алматыда бар, Астанада тіпті би академиясы бар. Сонда жақында былтыр қазақтың биінен кітапша шықты. Ана қазақтың биінен терминдерді. Терминдердің жинақтары шықты да. Ол облыстарға өте керек нәрсе болған. Сұраныс өте биік болған. Тіпті кез келгеніміз Қызылорда, Оралда, Алматыда колледждер бар, жоғары институттарда білім алатын хореографтардың оқитын кафедралары бар. Сондай кітапшалар жоқ болды. Студенттер оқуға түскенде емтихандар тапсырады ғой, неше түрлі ғылыми нелер жазу керек. Сонда кітапшалар жоқ болды ғой. Оқу құралдары дейсіз ғой, ғылыми оқу құралдары болар. Методикалық құралдар жоқ. Соған тап болды. Сонда бәрін орысша оқуға мәжбүр болған. Ал қазір соның бәрі біртіндеп шығып жатыр, оқулықтар бар. Сондықтан мен жаман емес, жақсы деп айта аламын. Бұдан да ары қарай дамып жатыр. Өйткені мына би академиясында, әсіресе осы бір қалада тұрғаннан кейін мен біліп отырмын ғой. Соның хореография өнерінен бізде доктор, доценттер, профессорлар бар. Мақтанышпен айтуға. Бұрында консерваторияда, біздің Қазақстанның консерваториясында мақтанышпен мынандай профессорларымыз бар, тіпті академиктарымыз бар деп жатқанда қызығатымыз. Мына қазақ ұлттың билеріне берілген адамдар. Ал қазір өзімізде бар. Сондықтан бұл жаман емес, жақсы.
дамып жатыр. Бір жаманы енді жалақы аз. Мына Астана операға қарағанда, Астана балетке қарағанда, Абай театрына қарағанда, бірақ Абай театрда бізбен бірге бірдей алатын сияқты, соған қарағанда олардың да жалақылары аз. Астана опера мен Астана балетке жасаған, қалғандары бүкіл Қазақстанның 15 облыстар ма, филармонияларында би ансамблінде жалақылары аз, өте аз. Аз дегенде Өнерді бастаған биші, мысалы биыл келді, ол 90 мыңға жуық би ұжымдан бастайды. Қазір 90 мыңға өмір сүру қалай? Әрине. Әсіресе жас балаға, жас жігіттер, қыздарға. Сөйтеді жақсы мамандар тұрақтамайды дейсіз ғой. Тұрақтамайды. Ол бір үлкен проблема. Тұрақтамайды. Ол біріншіден, екіншіден мына тұрғын үй жағдайы. Жас үйленген жас жігіттер, хореографтар, бишілер. Мына қазір жақсы мемлекеттік бағдарламалар бар ғой. Пәтер алуға. Соған кіре алмайды, өйткені жалақылары кішкентай. Сол себептен жаңа айттыңыз ғой, мына қоғам бар деп. Сол қоғамның төрағасымын. Осы қоғам сонымен қазір айналысып жатыр. Парламентпен бірлесе, маслихатпен бірлесе, жалақыды көтеру. Қоғамның бірлестіктің жалпы міндет мақсатын айтып өтіңізші. Міндет мақсат ең біріншіден мына қазақ ұлтының ұлттық биді насихаттау, және осы бишілердің құқығын қорғау да бар ғой. Қазақстанның хореография өнерінің қайраткерлері, яғни бұнда қанша адам мүшелікте? 80-ге жуық адам. Олар жалпы Қазақстан бойынша? Бүкіл Қазақстанның хореографтары кіреді. Бүкіл Қазақстанда қанша ансамбльдер бар, кәсіби емес де, мынада әуесқой хореографтар да бар. Оларда да біз жоқ деген, бәрін кіреміз дегеннен кейін алдық бәрін. Әлде де ұсыныстар түсіп жатыр. Осы қоғам сонымен айналысады. Еркебұлан аға, мына жаңағы сіздің жалпы өзіңіздің үлкен жоғарғы оқу орнын бітірген кезден бастап, сол кездегі шынымен де біздің Өзбекел ағамыздың қазақтың ертең үшін жасап кеткен жұмысы ұшан теңіз ғой. Соның бір ұшығында өздеріңіз де болған екенсіздер ме? Бұл да бір тарихи сәт. Сол кісінің көзін көргеніңіздің өзі, мысалға біз айтпесе кітаптан ғана ол кісінің еңбектерін, ол кісінің ерліктерін оқып марқайып жүреміз. Айтқым келіп отырғаны, жалпы осы би өнерінде ұлттық болмысты көрсету өте бір нақты сахнаға алып шығатын көрініс. Сол жаңағы жалғыз біздің қазақтың емес, анау түркіменнің, анау өзбектердің, мысалға қырғыздардың қайсының биін алатын болсақ та, шынымен де оның бишінің бойынан даласын көруге болады, мінезін көруге болады, халықтың мінезін көруге болады. Осының сыры неде аға? Мен енді көп үлкен мерекелер жасап жүргем. Қазір де жасаймыз ғой, режиссер болып, үлкен мереке. Сонда бір кішкентай бала сұраған, осы хореограф пен жай режиссер, композитор, сүйретшілерден хореографтың айырмашылығы не дедім. Сонда баланы отырысқа айтқан мен. Міне сүйретшіні ең алдымен неге үйретеді? Түп-түзу сызықты сызып өту үшін, содан кейін дөңгелек салуды, үш бұрышты, төрт бұрышты, содан кейін барып бір кесемі, ағашты салуды үйретеді. Композитор, болашақ композиторды алдымен немен ритмиканы үйретеді, содан кейін нотаны үйретеді, содан кейін сольфеджион, жылдан жылға сольфеджион үйретеді. Солай ғой. Журналистін неге үйретеді, жазушыға? Бірінші мәтін жазып үйретеді. Ақындарды мысалы бала кезінен үйретеді ғой ақын болуға. Сүйретші, композитор, музыкант, ақындар, соның бәрін хореограф өзінің бойына біріктіріп алу керек. Режиссердің ремеслосында біріктіріп алу. Олсыз хореограф болмайды. Бойында бәрі болу керек. Ол бірнеше өнердің басын ұштастырып, бойына сіңіру керек дейсіз. Музыканы білу керек, сүйрет, ол ана үлкен бір биді ойына келтіріп жатқанда ол бәрін салады. Киімінде елестетеді. Жалпы мына бидің ішінде режиссурасы қандай, сюжеті қандай, соның бәрін елестетіп қағазға салады. Ол демек жазады, сценарийін жазады. Киімін қалай киіндірем, ана музыкамен мына композитор неге бұны жазды,
неге бұның не айтқысы келді композитор, бұл музыкада мағынасы қандай, бәрін зерттеп барып, бірақ би қимылына келеді. Синкретті мамандық. Синкретті мамандық. Сыры осы да шығар еді. Қымбатты көрермен, біздің подкастқа Zoom платформасы арқылы қатысып отырған мамандар бар. Сол кісілерге бір ауыз кезек берейік. Әр уақытта сұрақ туып жатады. Бүгінгі күні қандай қазақ биінің даму деңгейі деген сұрақты алдымнан көп шығатын сұрақтың бірі. Сондықтан айтқым келеді. Мен сахнаға келген уақытта мына әншілер микрофон деген затты білмейтін. Мен сахнаға келген уақытта облыстық филармонияда автобуста болмайтын. Мінекей соған байланысты мен сахнаға келген уақытта бірең-сараң бишілер болатын. Біздің әуелгі кәсіби өнер дамыған кезде қазақ би өнерін бір зерттеп зерделеген адамның болмағандығынан сырттан келген басқа ұлттардың адамдарының қалыптастырған ойы қазақта би болмаған деген ой. Мінекей осымен менің өмірімнің жартысынан көбі сол ойға қарсы күреспен өткен сияқты. Бүгінгі күні Құдайға шүкір, сол мен 70-ші жылдары бастаған қазақтың фольклорлық би деген бағытта қазіргі бүкіл бишілердің, бүкіл хореографтың бәрі сол бағытта жұмыс істейді. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз біздің қазақ биінің деңгейінің өскенін көрсетеді. Ол менің ғана қызметім, я болмаса менің ғана қол жеткізген жетістігім емес. Осы жолда қаншама бишілер қызмет етті. Осы жолда менің өмір бойғы ізденісім, талпынысым, зерттеуімнің барлығы алғаш рет 1985 жылы мемлекеттік Алтынай би ансамблін құруға алып келді. Одан кейінгі кезеңдерде бүкіл облыстық филармонияларда қазір би ансамбльдері бар. Осы біздің Нұр-Сұлтан қаласында Наз мемлекеттік театры бар. Естеріңізде сақтаңыздар. Алғашқы би театры. Олардың шымылдығын ашқандағы тұйғындар қойылымы ол кәдімгі біздің қазақ биінің жиынтығы сияқты болып көрінді маған. Мен сол ұжымды ұйымдастырып отқан басшыларының шақыруымен Алматыдан келіп, сол неге рецензия жазған адамның бірімін. Ондағы шындық, нанымдық, танымдық бағыттарының барлығы көрерменге түсінікті болған сияқты. Оның да бір өзіндік себебі бар. Себебі жаңағы хореографтар жай жалаң би түрінде емес, оны тарихи негізде кәдімгі сол тарих ғылымдарындағы жүрген ағаларыменен кеңесе отырып шығарғаны бір үлкен жұмыс болды. Оның бір жағында ол коллектив талай спектакльдерді сахналап жүр. Соның ішінде ауыз толтырып айтатын бір дүние ол Нұрғиса ағамыздың шығармашылығына арналған Нұрғиса деген спектаклі. Осының бәрін атап өткенде қазіргі мен айтып отқан барлық облыстық филармониялардағы ұжымдардың бәрінде де сондай үлкен репертуар бар. Әрқайсысы жылына бір рет жаңағы есеп беру концертін беріп отыр. Оларды да көзімізден таса қылып отқан жоқпыз. Бүгінгі күні аға буын кетіп, біз сол аға буынның орнына келіп жатқан сияқтымызда бір аға буыннан қалған жүгіміз бар. Сол жүкті абыроймен атқару үшін барлық сондай би ұжымдарының барысын, репертуарын, қай бағытта жүріп жатыр деген дүниелерін жаймен қарап бақылап отырамыз. Мен өзім сондай еңбек етіп жүрген адамның бірімін. Жаңа айтып жатырсыз ғой, қаншама кештерді ұйымдастырамыз деп. Осы кезде режиссер ретінде, хореограф ретінде қандай биіктікке мән бересіз? Мысалға, сіз не көргіңіз келеді сахнадан, бишілеріңізді алып шыққан кезде мысалы?
енді кәсіби би топтарында ең бірінші ол киімі, кәсіби болғаннан кейін ол киімі, музыкасы сәйкес келу, хореографиясы былай тұрсын да жарық бәрі кәсіби ретінде. Ең бірінші талап ететін біркелкі билеу, синхронность дейді ғой. Кәсіби би тобы сондай болу керек. Абсолюттық синхрон. Әйтпесе әр қимылды бәрі бірдей жасау керек. Әйтпесе әуесқой ансамбльдерде оның бәрін жасай береді. Киімінде де жақсы киіндіреді, жарықпен де жақсы жұмыс істейді, неше түрлі эффекттерді де қоса береді. Кәсіби би тобы абсолюттық бір синхрон болу керек та, кәсіби орындауы. Жақсы, рахмет аға. Енді Наз театры қазір кез келген қаламызда болсын, үлкен концерттердің барлығында Наз театры өнер көрсетіп жатады ғой. Театрдың өзі туралы айтып өтіңізші, жәнегі өткен... Енді біздің театр 1999 жылы құрылған, қаңтар айында. Ал 2007 жылы филармонияның жанынан құрылдық. Ал 2007 жылы біз өз басымызға бөлініп, о кезде қаланың әкімі Асқар Ұзақбайұлы Мамин, сол кісі бізді түсініп, бөліп берген, қол қойып. Неге біз бөліндік? Өйткені біз жай би емес, біз ары қарай көптеген спектакльдер қоя бастадық. Би спектакльдер. Кәдімгідей 1 сағаттық спектакль, өзінің сюжеті бар, бірақ балет спектакль емес, бұл халықтық би тілімен спектакль, ұлттық бимен спектакль қойды. Ал арасында классикалық би керек болса, спектакльін қосатымыз сюжетке байланысты. Сондай-ақ бізде қазір көптеген 10 шақты спектакльдеріміз бар, жылда қоямыз. Әйтеуір бір спектакльді. Сондықтан біз би театр болып кеттік. Қазір таңда білмеймін, бізге еліктеп па, соңғы 10 жылда әйтеуір би тобы болса, би театр дейді. Бәрі би театр болып кетті. Былай қарасаң, ешқайсында спектакль жоқ, бірақ бәрі би театр. Би театрының жүгін не екенін кейбіреулер білмей жүр дейсіз ғой. Білмей жүр. Біз неге би театрды өзімізді атады? Өйткені біз спектакль қоямыз. Тек қана билер емес, 3 минуттық, 5 минуттық билер емес, 1 сағаттық, 1,5 сағаттық спектакльдер қоямыз. Қанша жәнегі бишілеріңіз бар, жалпы құрамы театрда қанша адам қызмет етеді? Театрымызда 117 адам, оның ішінде 60 шақты бишілер, ол 60-тың ішінде қазір 10 шақты соңғы 2 жылда 10-15-ге жетіп қалды, декретте отыр. Жақсы ғой, ол да енді еліміздің жақсы көбеюіне, халық санының өсуіне. Індет басталғалы декретке кететіндеріміз көбейіп кетті, бірақ жаман емес. Өйткені біз жастарымызды жақсы тәрбиелейміз деп ойлаймын. Өйткені бәрі үйленген, бәрі күйеуге шыққан, бәрі балалы шағалы. Ешкім былай өз бетімен жүрген бір тентек балалар жоқ бізде. Не қыз болсын, не ұл болсын. Жоқ, расымен де осы сөзіңізді мен қостап дәл көзім жеткен бір нелер бар. Осыдан бір 2 жыл бұрын үлкен президенттік бір кеште Наз би театры, қаншама мыңдаған адам дайындық өткізіп жатыр. Наз би театрының тәртібі сол кезде-ақ белгілі болды. Біз протоколдың құрамында жүргенбіз. Сол кезде шынымен де ол айналып келгенде мәдениет, ол сауат. Сіздердің ең басты бишілеріңіз кәсіби бишілер ғой, сіздер оқыған бишілерді аласыздар ғой. Оқыған бишілерді аламыз, хореография училищесін бітірмегенде де аламыз, бірақ институт бітірген, университетте кафедра хореографияны мектеп бітіргеннен барады ғой, 5 жыл оқиды, соларды аламыз. Хореография училищесінен жетпесе, институттардан, университеттерін аламыз. Даладан алмаймыз, өйткені өте қиын, ауыр, әйтпесе дарынды балалар келеді, ауыр маман. Мен деп келген жігіт қыздар болады, бір айдан кейін қашып кететіндер. Өйткені ауыр жұмыс. Күнделікті 6 сағат дайындық, аптасына 4-5 рет шығып бір жерде өнер көрсетіп жатамыз, бір жерде толық концерт көрсетіп жатамыз. Бұлай айналып жатады, ондай ауыртпашылықты кейбіреулер көтермей кетеді, көтере алмайды. Енді бір жақ жалақы, сондықтан көтере алмайды. Жалақы бір жақсы болса ғой, бір 400-500 мың теңге берсе ғой, бір $1000 болса ғой бишілерде, тұрақты болатын еді. Тұрақты болмайды, өйткені ақша табу керек,
жалақы аз, басқа жаққа кетеді. жанұясын асырау керек, әрине бір жерден де тақырып көп. Думанна жалпы дегеніміз аға Еркебұлан ағамыз айтып отыр ғой, бұл үлкен спорт қой. Кез келген спортшыға ең бірінші қағида ол физикалық тәртібін дұрыстау, физикалық тәрбиесін қадағалау. Сондықтан қазіргі ағамыз енді екінші бір тақырыбына қарай ойыстырайық қазір. Бишілерге қаншалықты физикалық тұрғыда қаншалықты жүктемелері бар. Олардың енді мысалға сіздер тамақ ішу жағында қадағалайтын шығарсыздар, солай емес па? Қадағалаймыз, сол жақтағы ерекшеліктерін айтып өтсеңіз. Қадағалағанда біз қалай тамақ ішуді? Біз керісінше тамақ іш, айналайын тамақ. Басыңа ки, алдыңды жап деп соқты емесін деп. Өйткені міне жұмыс басталды ма, 1,5 сағат классикалық сабақ жүреді. Ол күнделікті бишінің тренажы. Күнде. Сол сабақ болады, одан кейін 20-30 минут үзіліс. Сол кезде олар өздері тамақтарын бірге алып келеді, тамақ ішеді. Одан кейін 4 сағат үзілмей 5 сағат ол дайындық болады. Би ғой дайындық болғанда, иә. Кәдімгі тілдер салақтап қалады. Бәрі біткеннен кейін Құдайға шүкір жуынатын жерлерді жасағанбыз. Барып үстіндегі футболкаларын барып сығып жатады. Ол ауыр жұмыс. Ол сахнада бәрі әдемі көрінеді. Соған жету үшін қаншама жұмыс, қаншама еңбек, қаншама еңбек. Енді жақсы жәнегі жастарды айтып жатырмыз би саласындағы. Театрларыңыздағы ең жасы үлкен бишілеріңіздің айтып бересіз. Ең жасы үлкен нешеде жастары? Мен ең жас кішкентайын айтамын, 17 жаста. Ол бір, ал ең үлкеніміз қазір 51-де. Ол кісі де билеп жүр. Ол кісі де билеп жүр. Ұлдар, 2 ұлы бар, ұлдары баяғыда университеттерді бітіріп кетті. Енді үйлендіру керек. Жақында енді білмеймін енді. Әже болатын шығар. Билеп жүр, неге билеп жүр? Өйткені пенсия жоқ. Ал бишілерге деген ондай нәрсе қарастырылмаған ба? Ертерек зейнетке шығару деген жақсы сұрақ. Қарастырылған, бірақ мына классикалық бишілерге қарастырылған. Мына Абай театрындегі билейді, Астана балет, Астана операларға, осы классика балетін билейтіндерге қарастырылған. Заңда 20 жыл билегеннен кейін анандай төлемақы алады. Пенсия жасына жеткенше, зейнетақы жасына жеткенше, 63-58-ге дейін жеткенше олар төлемақы алады. Ол сонан кейін 63-ге толғаннан кейін оны алып тастайды да, соның зейнетақысын береді. Ал халық би ансамбльдерде жұмыс істейтін, олар да кәсіби бишілер, олар кірмеген. Олар да дәл солай жәнегі 6 сағат, 8 сағаттық. Мен былай айтамын, мысалы Астана опера, мысалы оларда стационарлық жұмыста театр. Айына 4 рет спектакль бола ма? Жоқ, 6 мүмкін болсын да. 4 аптасына 1 спектакль береді, или 2 спектакль берсін. Соншама олар шығады. Демек, олар аптасына 1 рет, аргетсе 2 рет шығады сахнаға. Қалған уақытта құр дайындық енді. Оларда да мен еңбектер жеңілдеп жатқан жоқ, олардың да еңбектер қиын. Бірақ біздікі де одан қалып жатқан жоқ. Біздің халық би ансамбльдерде әр филармонияда бар, әр облыста бар. Астанада, Нұр-Сұлтанда да бар да. Мысалы, Наз би театрды алайық, аптасына 3-4 рет шығады концертке. Я болмаса бір номермен, болмаса толыққанды концертмен шығады. Ол бір, сосын театрдегі сияқты күнделікті 5-6 сағат дайындық. Сондықтан еңбектер олардың бірдей, біреуін мына жағына беріп, мына жағына бермеу деген үлкен қателік. Сондықтан біздің қоғам сонымен айналысып жатыр. Еркебұлан аға, енді жаңа өздеріңіздің қоғамдық бірлестіктеріңіз де бар, айтып отырсыз. Осы қоғамдық бірлестіктің атынан ресми сауалдар жолдап, бұл тақырыпты көтеріп жүрген шығарсыздар негізі? Көтеріп жүрміз, мәдениет министрлігі ұсыныстар жасады, олар жоқ емес демей жатыр. Енді осы мәселесімен ары қарай айналысамыз деп жатыр. Сондықтан оларға көмек болу үшін біз сол сұрақтарды көтеріп жатырмыз. Парламентке де көтеріп. Бұған дейін қалай болған сонда? Бұған дейінгілер сол 60 жасқа дейін билеп жүрді ме сонда? Менің түсінгенім қалай енді? Әлде бұл мысалға енді кезінде сіз
өзүңүз айтып отурган кеңес өкмөтү кезинде таалим алган студенттерсиздер го мисалы. Ол кезде калай эди бул жалпы? Ол кезде болды. Ол кезде мына 20 жыл сахнада бийлеп, диплом алат. Кәсіби биші болып келет, ұжымға 20 жыл билегеннен кейін ол зейнетақыға шығады, зейнетақысын алатын. Одан кейін мына 90 жылдары оны алып бастады. 90 жылдары ғана алып тасталды. Иә, егемендік алғаннан кейін бірінші парламент оны алып бастады. Сол әлі күнге дейін зейнетақымыз жоқ. Енді мына 3-4 жыл болды, 3 жыл болды ма, классикалық бишілерге мынандай төлемақыны жасады. Қалып би ансамбльдер тағы қалып қалды дейсіз. Қалып қалды. Енді бұйырса жаңа Қазақстанда өзгеретін шығармыз оғанда. Үміттенеміз. Құрметті көрермендер, бізді көріп отырған қазір осы салаға жауапты мамандар, басшылар болса, бұл ескеретін тақырып деп ойлаймын. Өйткені сахнада жүрген өнерпаз үшін қаншама жаңа Еркебұлан ағамыз айтып жатқан физикалық дайындықтар, бұның бәрі үлкен денсаулықты қажет етеді. Одан кейін енді адамның шынымен жас ерекшелігіне байланысты физикалық күш қуатының қайдатында кезі болады ғой, жасыратын емес. Бәрі 25-тегі қылшылдап тұрған жаспен 40-тан асқан адамды салыстыруға келмейтін шығар бұл тұрғыда. Келмейді. Сосын жаңа сұрадыңыздар, билей бере ме? Билей бермейді. Ол ана шыдап жүргендер амал жоқтан ба айтып, біз кеттімейміз, өйткені ондайға бармаймыз. Олар билеп жүр, бірақ біз ана бірінші қатарымыз өз спектакльде бір рөлдер болады, сондай бір өздеріне келетін лайықты сондайларға қатыстырамыз. Бірақ бір қызығы күнделікті дайындыққа олар қатысады. Классикалық тренажда қалмай тырысып істейді. Сондай өнерсүйер бишілер. Бірақ әрине яғни сіздер басты рөлдерді бермейсіздер ғой, ондай жасы келген бишілерге басты рөлдерді бермейді. Алып шыдамағандар, кетіп қалғандар көп қой. 20 жыл емес, 15 жылдан кейін шыдамай кетіп қалады. 10 жылдан кейін шыдамай кетіп қалады. Жақсы аға, ендігі жалпы қазіргі халық би өнерінде айтылмаған қандай мәселелер бар деп түртір едіңіз? Жаңағы әрине бір жалақыға кеп біреу бір, енді бұның ішінде жалғыз жалақы емес шығар. Ең басты мәселе жалақы. Енді мына зейнетақыны жасаса нұр үстіне нұр болар еді. Ең басты осы, бірақ мәселе жалақы. Жалақыны қалай көтерді? Жылда емес, 2 жылда бір 25%-ға көтердік дейді. Биылда мысалы жылдың басында 25%-ға көтердік дейді. Оның жалақы санағанда ол инфляциямыз же қойып тұр ғой деймін оның өзін. Олар ана базовый окладтан алмай тұр ғой, жалақыдан. Олар жалпы алып отырады да, қалай есептерін білмеймін. Ана мысалы 100 мың теңге алса, соның 25%-ын ғана қосқанда бәрін есептеп бергенде ол тиын болып шығады. Ал ең бірінші жалақы көтергенде базовый окладты көтеру керек та, базовый жалақы. Базовый жалақы үкіметте бізде өнерде 17 мың теңге бір тиындармен. Сол 17 мыңды екі есе мысалы 34 мың теңгеге көтерсе, ол мына былай аударғанда 300-400 мың теңгеге шығады. Сонда біздің биші, әртіс, жалпы музыкант та солай жалақы аз. Мына мемлекеттік тұрғын үй бағдарламаларына кіріп қатысалар еді. Тіпті табалдырған өте алмайды ғой, әрине ондай жалақымен. Енді Наз театрының өзінің жеке ғимараты бар, иә? Жеке ғимараты бар, ескі ғимарат, 1964 жылы салынған, оны Көкталда орналасқанбыз. Кезінде мына сол жағалау әлі толыққанды салынбаған болатын, ал бізге өте қажет ең бірінші балет залы керек болды. Ал сол жерде ол бұрын ауылдың клубы болған ғой. Мәдениет үйі. Соны сұрап алдым, осын беріңіздер бізге. Әйтпесе болмайды. Бізге балет залы болмаса, біз қалай өнерімізді көрсетеміз, тапсырмаларыңызды қалай орындаймыз деп. Соны берді, содан анау сол ғимараттың бір жақ шетінде буфеті болды, содан біз балет залын жасадық. Сонда әлі күнге дейміз. Спектакльді сол жерде қоясыздар ғой, спектакльді. Сахнасы бар? Сахнасы бар, бірақ біз қалада да беріп тұрамыз. Қалада да келісімен бейбітшілік сарайы, мысалы Намат театрында беріп тұрамыз. Сирек қазір
мына індет басталғалы тіпті өзімізде ғана беретін болдық. Иә, пандемияның алдында бейбітшілік және келісім сарайында бір үлкен қорытынды кештеріңізді біз куәсі болғанбыз. Өте жақсы, жоғарғы деңгейде кеш өткені, сол кездегі сіздердің жаңа бишілеріңіздің, киімдеріңіздің бір ерекшелік байқадым. Мына ұлттық киімдерге өте аса мән береді екенсіздер. Сол кезде бір 30-дың үстінде қыз жігіттер бір түсті киіммен біргелік шыққан кезде бір ерекше көрінген еді. Әрине киімге біз өте қатты мән береміз. Мысалы мына бір биді қою үшін мен баяғыда уже 10 жыл өтіп кеткен шығар, буын би деген би қойғам. Оны қою үшін мен бір 2 жылдай жүрдім зерттеп. Киімді қайта-қайта қарап, киімді қайта-қайта сүйрет салып, зерттеп мына жас жігіттер сол заманда қалай киінген, тойға қалай киініп баратын, ат шабысқа қалай қатысатын, киіз үйге кірердің алдында не істейтін, мүмкін басқа киім киіп баратын шығар. Далада атқа бір киіммен, үйге асқа кіргенде бір киіммен шығар. Соның бәрін зерттеп барып, ана музыкасында композитордың бір өмірбайын зерттеп 2 жыл кетеді, ал биді келіп әбден пісіріп келгенде, келіп қойғанда ол биді 2-ақ күнде қойды. Ал пісіру деген ол үлкен жұмыс. Мысалы ана Тұйғындар деген спектакль, анау Күлтегіннің заманынан басталып, қазіргі Астанамен бітетін спектакль болды. Қаржыбай Сартқожа ағамыз біздің кеңесшіміз болды сол спектакльдің. Тек қана киім, қару-жарақтың өзін зерттеуде сол кісінің жанынан шықпай, музейден шықпай 1,5 жыл кетті. Бір биді қою үшін. Бір спектакль. Дайындық. 1,5 жыл. Ары қарай музыкамен, композитормен тағы 1,5 жыл жұмыс істедік. Сонда бір спектакль 3-4 жыл кетіп қалды. Қазіргі таңда неше спектакльдарыңыз бар? 10 шақты спектакль. Ол қазір айтуға болады, есіме сынып. Тұйғындар, Нұрғиса, Ақпен қара, Болеро, Уақыт заман, Шыңғысхан. Шыңғысханыңызды көргенбіз. Шыңғысханды көргенбіз. Тағы да осындай спектакльдер. Жақсы. Енді аға жаңағы былай қарасаңыз, осы бізді көріп отырған көрермендер сіздің мынау бір биге 1,5 жылдан 3 жылдан уақытымыз кетеді. Бұл да өнер саласының бір өзіне тән ерекшелігі. Кейбіреулер ойлауы мүмкін, сахнада сіздердің жаңағы шыққандарыңызды көріп, не киім тіккізеді, күнде билеп дайындалып жүрген. Бұл сахнаның көрерменнің көзіне көрінетін тұсы. Кез келген киелі сахнаның сырты бар, сахнаның ар жағындағы мәдениет бар. Мынау бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз да өзі осы егжей-тегжейлі біздегі бейне болып жатыр деп өзіңізді шақырып отырған себебіміз сол. Аға, мынау сахнаның сыртындағы бишілердің адами қарым-қатынасы, мысалы жалпы хореографтардың тіршілік ету ортасы қаншалықты бүгінгі таңда көңіл көншітеді? Қаншалықты болғанда ең біріншіден тату тәтті. Тату тәтті, әрқайсы үлкен позитивте. Әсіресе мына жаңа президентіміз шығып, жаңа Қазақстан дегенде бәрінің рухы көтеріліп, одан бетер көптеген идеялар келіп жатыр. Біз мысалы биыл апамыз Шара Жиенколова апамыздың 110 жылдығы. Соған біздің қоғам бүкіл Қазақстан бойынша хореографтардың байқауын өткізеді. Соны біз дайындап жатырмыз. Хореографтардың байқауы, бишілердің емес? Жоқ, бишілердің емес, хореографтардың. Сонда бүкіл Қазақстанның хореографтарымен сөйлесем ғой. Сіздің қалаңызда сіз қазылар алқасының мүшесі боласыз, мынаны дайындау керек, мынаны. Алдымен көбісі, болам. Онан кейін бір аптадан кейін көбісі звондады. Ой, Ереке, мен болмайшы. Неге не болды? Мен қатысайыншы. Ой, не болды? Сонда бәрі қатысқысы келіп қалды. Бәрі өзінің бейсін қойған бейін көрсеткісі келеді, өнерін көрсеткісі келеді. Өйткені ода біз тек қана би емес, спектакльде көрсететін адам болса көре береміз. Сонан кейін тек қана диплом алған хореографтар емес, дипломсыз хореографтар да қатыса алады, бәрімен тең болады деп. Бәріне мүмкіншілік беріп жатыр. Сондықтан бүкіл Қазақстанның хореографтар жақсы позитивте дайындалып, соған қатысамыз деп жатыр. Еркеғұл аға, мынау қарап тұрсаңыз, осы бастамаларыңыз
мына өнер қоржынына үлкен олжа салатын жоба мынауыңыз. Себебі қазір сіз бір ғана бәйге арқылы қаншама хореографтардың керемет туындыларын сахнаға әкелесіз ғой. Әкелеміз, иә. Жаңа аттарды әкелеміз. Иә, аттарын әкелесіз. Қанша жаңа есімдер шығады, иә. Одан бөлек сахнаға небір спектакльдер шығайын деп тұр. Ары қарай менің осыларды жинақтап көрерменін көретіндей қылсақ, әйтпесе қазір өңір-өңірде қалып қалса, осы жағында ойлансаңыздар дегенім ғой. Үздіктерін бір жерге жинайтын шығарсыздар, иә? Жинаймыз. Қалай болады? Осының ережесі неге? Жылдың қорытындысы осы Нұр-Сұлтанда өтеді, қараша айында. Ал жыл бойы әр айда 2-3 рет бір облысқа шығып отырамыз. Жеңілдік бұл неден, кімге? Қатысатын адамдарға, хореографтарға. Қазылар алқасы, мысалы бүгін Қызылордада ма, ертең. Бүгін ұшып барып, сол жерде, жергілікті жерде дайындаған билерін, спектакль болса спектакльден бағып шығады. Сөйтіп бәрін жинап, осы жерде талқылап, жылдың аяғында жеңімпаздарды ғана шақырамыз. Осы жерде марапаттау болады, осы жерде гала концерті болады. Ол енді ең біріншіден осы Нұр-Сұлтан қаласының мәдениет басқармасына алғысымды білдіргім келеді, өйткені қаражат сол мәдениет басқармасы бөліп, көңіл аударып, мынау жақсы дүние екен, мынау керек екен деп бірден қолдап сөйтіп кетті. Бізде әрине қанаттанып оған осындай жұмысты атқарып жатырмыз. Іске сәт болсын дейміз аға. Енді аға, жаңа мынау бишілердің айлығын айта келіп, сәл кішкене тұрақсыздық бар дедіңіз. Маман тапшылығы қалай? Жалпы бітіретін, қазір осы салада оқитын жандар көп па, жастардан келетіні? Бітіретін жастар бар, көп, бірақ жетіспейді. Мен таңғалам. Мұны Алматыда бар хореографиялық училище. Нұр-Сұлтанда би академиясы бар. Қанша балалар бітіріп жатыр? 8 жыл оқыған мықты бишілерді жетпейді. Астана опера, Астана балет, Абай театры, Аюханов театры, содан кейін Алматыда салтанат ансамблі қалса. Одан кейін солардың бәрі алып болғаннан кейін бізге тисе тиді, тимесе ол жоқ. Сондықтан біз университеттермен жұмыс істейміз. Бірден сол жерден өздеріңізге алуға тырысасыздар. Солардан алуға тырысамыз. Сөйткені жетпейді. Ал келсе Астана операға, Астана балетке келуге тырысады, өйткені олардың жалақылары жақсы. Аға, енді осы жерде қараңыз, жаңа сіздің қоғамыңыз бар ғой, қоғамдық бірлестіктеріңіз. Сонымен негізгі статистиканы қарау керек. Қанша түлек бітіреді жылына, оның қаншасы жұмысқа қабылданады. Яғни биші болып қаншасы барады. Осы жерден ақшат, жаңа өзіңіз айтып отырған қордаланған мәселелердің. Жалақының аздығы, көрдің бе, жетіспейді дегенде 10 студент бітірсе, оның 10-ы да биші болып бармайды ғой. Мәселе сода да болып тұр ғой, жасырады. Иә, былтыр мысалы, мына Алматы хореография училищеге барып шақырдым 3 жігітті. Оның бірі сол училищеде мұғалім болып қалды. айтишник болып қалды. Екеуі биді бітірген бала айтишник болып қалды. Міне тамаша. Ең басты айтып отырмын ғой, жалақы. Жалақы жақсы болса, ол тұрақты болады. Ол тұрғын үйді пәтерін өзі шешіп алады. Өйткені мемлекетті бағдарламалар бар, қатысады, тек жалақы. Дұрыс айтасың, шығармашылық адам болғаннан кейін ең бірінші оған көңіл күйінің маңыздылығы. Сіздің жаңағы 5 сағаттық, 4 сағаттық қаншама дайындықтарыңызда маңдай тері сорғалап жүрген бишіңіз уайымдап, ай сайын келетін пәтер ақысын уайымдап отырса, қандай шығармашылық болады? Шығармашылық адамның еркіндік керек қой, оны жасыратыны жоқ. Бүгінгі мынау тақырыпты қайта айналып қозғап отырған себебіміз де осы. Осыны көргендер болса, ертең бұл жарыққа шыққан кезде де қаншама көрермендер де ескеріп пікірлерін жаза жатар деп ойлаймын. Сондықтан өзіңізге рахмет, келіп осы уақытыңызды бөліп. Сіздерге рахмет. Би саласындағы негізгі мәселелердің барлығын тізбектеп шыққандай болдық енді. Енді бағанадан 1 сағаттай әңгімелесіп қалдық. Бір ой түйініңіз жасасаңыз, жалпы қорытындылап пікірді. Енді қорытындылағанда ең басты өткенде президентіміз айтып еді, лучше худой мир деп. Мына елімізде, мемлекетімізде әрқашанда бейбітшілік болсын, ұлтшыл болайық, басқа ұлттардың өкілдерінің ешқандай күнәсі жоқ, бәрі өзімізден. Тілімізге берік болайық, тәуелсіздігімізді нық ұстайық, Қазақстанымыз мәңгілік болсын. Әмин.
Мың алғыс аға, уақытыңызды бөліп Сіздерге бүгінге алғыс. жеткеніңізге аман болыңыздар. Шығармашылық табыс тілейміз аға жұмыстарыңызға. Рахмет. Аман сау болыңыз қымбатты көрермен. Бүгінге бұл шығарылымды тәмамдаймыз.